Ассалаумағалейкум баршаңызға, мен Дефакт FM жүргізуші Алмас Мұқажанов. Бүгін бізде қонақта Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев мырза. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Алейкумассалам, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Бірден сұрақтарға көшсек. Көңіл күй жақсы, көше берейік сұрақтарға. Жетісу облысында әкімдерге қарапайым халыққа осыдан 1-2 жыл бұрын қол жетімділігі жағы өте нашар болатын, ал қазір керісінше өзгерді. Бұл не себепті деп ойлайсыз? Жаңа Қазақстанға қадам ба? Өзіңіздің ықпалыңыз бар ма? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Жаңа Қазақстанға өзгеру деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді қазақ айтады ғой, әкім бол, халқыңа жақын бол. Халықтың сенімі, халық пен биліктің арасында түсіністік болмаса, онда істеген ісіміздің бәрі зая болады. Сенім, түсіністік деген үлкен күш. Сенім болған жерде ортақ ісімізде нәтиже болады. Нәтиже болған кезде прогресс өсу болады. Сондықтан да президентіміздің қалай ойлайсың өзің, халық үніне құлақ асатын үкімет деген концепциясы. Негізгі мәні, мағынасы, вся суть в этом же заключается. Сондықтан, мысалы біз әлгі наемный менеджер дейді ғой. Мен туғанда маңдайыма жазылып қойылмаған шығар, әкім болады, болмаса бастық болады, министр болады деген. Енді білім, біліктілік, күнделікті жұмыс, тәжірибе, өмірлік қалған. Соның арқасында президент сенім білдіріп, ұзақ уақыт мен мысалы, бір күн мен бизнесте жұмыс істемеген адам емеспін. Бүкіл ғұмырым 40 жылға жуық уақыт мемлекеттік қызметте. Сондықтан халыққа қызмет еткеннен кейін ашық, әділ, барынша объективті болу тиіс деп ойлаймын. Сондықтан да мен мысалы артық сіздерге кереметтей соншалықты бір жаңалық бердім деп ойламаймын. Енді өткенде сізбенен атыңыз кім еді? Гүлвира ханымменен үлкен аудиторияда ашық прямой эфирде кездестік. Ол кісі сіз уәде бересіз бе деді. Мен уәде берем дедім. Сондықтан енді уәдемді бүгін орындауға тура келді. Менің жасаған нәрсем тек қана сіздерге халықтың алдында берген уәдемді орындадым. Басқасының бәрі обыденный, қарапайым нәрсе. Сөйтіп ойлаймын. Жетісу өңірінің басшысы ретінде өзіңіз қандай міндеттеріңіз бар? Алға қойған міндет, жоспарларыңыз деген секілді. Міндет, мен президенттің осы өңірдегі өкілі болғаннан кейін, осы бірінші кезекте өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына жауаптымын, дамуына міндеттімін. Екіншіден, халықтың әлеуметтік, тұрмыстық өмір сүру деңгейін жақсартуға менің негізгі міндетіме жатады. Сондықтан қолымнан келген барлық мүмкіндікті, бюджеттің қаражатын, инвестициялық мүмкіндіктердің бәрін пайдаланып, экономиканы өсіру, халықтың әлеуметтік жағынан қорғалуын қамтамасыз ету, лайықты өмір сүруін қамтамасыз ету. Қоғам, президентіміз айтпақшы, общество равных возможностей дейді. Барлық қоғам мүшелеріне бірдей мүмкіндік, бірдей жағдай жасау керек, бәсекелестік болу керек. Мықтылары, ақылдылары, білімділері, біліктілері алдыңғы кезекке шығатын қоғам болу керек. Әділдік, заңдылық принциптері бірінші кезекте тұру керек. Мен солай деп ойлаймын. Халықпен тығыз жұмыс жасағандықтан сізде мақтаулар да, сонымен қатар даттаулар да бірге жүреді. Сын көтере аласыз ба өзіңізге? Сын болмаса өмір болмайды ғой. Төрт құбылаң тең, бойында бір міні жоқ адам. Ондай адам болмайды дейсіз. Абай атамыздың өзі айтқан ғой, мін әрқайсымыздың бойымызда. Бірақ сын бар да, критика и критиканство дейді ғой. Тисе терекке, тимесе бұтаққа деп, намысыңа тиіп, сөздер айтып жатса, әрине жүрегің ауырады. Орынсыз сын айтылса дейсіз ғой. Енді саясатқа келгеннен кейін, саясаткер болғаннан кейін, публичный политик саясаткер болғаннан кейін, оның бәріне шыдайтындай көнтерлі болуым керек, терің қалың болу керек. Оның бәріне мен ренжіп, жүйкемді тоздырып, характерімді көрсетіп, соттасып, айқайласып жатудың менің уақытымда жоқ оған. Екіншіден енді ашық қоғам болғаннан кейін қоғамның өзі түсіну керек, кімнің айтып отқанының негізі бар,
әркімнің айтып жатқаны жай сөз. Сондықтан сол қоғамның азаматтық позициясына, қоғамның интеллектуалдық ақыл ой деңгейіне, қоғамның түсінігіне, жалпы мәдениетіне, саяси мәдениетіне байланысты ғой деп ойлаймын. Мына біз Де-факто FM негізі Қазақстанда ең бірінші инклюзивті интернет радио болып саналамыз. Бұл жерде мүмкіншілігі шектеулі жандар және жастар жұмыс жасайды. Соны сізден бұрын журналист болып жұмыс жасағандықтан сізден бір ақыл кеңес айтсаңыз бізге. Қандай бағытта? Социалдық жағынан. Ақыл кеңес, енді мен журналистикадан қол үзіп кеткеніме ұзақ болды ғой. Ол кезде мен совет заманында бастағам журналистиканы, тәуелсіздіктің бастапқы кезеңдерінде. Менің ойымша журналист деген ол белгілі бір білім, белгілі бір диплом алған адам журналист емес. Қазіргі заманның журналисті ол әр саладан хабары бар, критическое мышление дейді ғой. Кез келген нәрсені байыптап, сараптап біле алатын, күнделікті өзі оқып, үйреніп, ізденіп отыратын адамдар. Заманның тынысы, еліміздегі болып жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, спорттық барлық мәселелерден хабары бар. Аналитикалық ойлау, талдау қабілеті бар. Ойлау жүйесі, интеллектуалдық деңгейі, тілі, жалпы мәдениеті, жаза алатын, ойын еркін білдіре алатын, тақырыптарға полемизировать ете алатын, дебаттарға қатыса алатын, еркін ойлай алатын, ойы ашық, көкірегі ояу, өзінің пікірі бар, өзінің азаматтық позициясы бар. Сондай адам, оның таза профессионалдық кәсіби білім алмаса да, ондай адам. Журналистика деген ол мамандық емес. Меніңше ол азаматтық қоғамдағы қызмет ету формуласы, қызмет ету нұсқасы деп ойлаймын. Сондықтан бірдеңеге көзің жетті ма? Бірақ нәрсе айта аламын. Менің жас кезімнен өзімнің алдыма қойған принципім, егер бір нәрсеге көзің жетіп отырса, өзіңнің пікіріңе, сол істе өзіңнің сенімді болып жатсаң, қалай шешу керек? Онда ешқашанда сол өзіңнің көзқарасыңнан, позицияңнан таймауың керек. Қандай ситуация, қандай жағдай болсын, өз позицияңда қалу керек. Бірақ оны позицияңды түрлі формаларда, түрлі варианттарда сен қорғай аласың. Ол үшін дауыс көтерудің, біреуді балағаттаудың, айқайлап дәлелдеудің, шум көтерудің қажеті жоқ. Үндемей күліп отырақ, іште келіспеуімізге болады. Үндемей бетіне қарап отырып, ол кісіге қарсы өзіңіздің аргументтеріңізді, доводтарыңызды екі ауыз сөзбен келтіруіңізге болады. Қазіргі мынау ақпараттық қоғамда білесіз ғой. Қоғамның, халықтың, тыңдаушыларыңыздың көкейінде жүрген екі түрлі знакпен, екі түрлі, үш түрлі символменен, екі-үш сөйлемменен әр оппонентіңіздің қателігін, оппонентіңіздің дұрыс ойламай, дұрыс істемей отқан тірлігін дауыс көтермей-ақ, шуламай-ақ, сонымен-ақ сабырменен, ақылмен, интеллекттік деңгейменен дәлелдей аласыз. Сондай болу керек деп ойлаймын. Қалғанын білмедім. Уақыт болып келгеніңізге сізге көп-көп рахмет. Сізге уақыт бөлгеніңізге. Рахмет, өздеріңе де рахмет. Көп-көп рахмет келген. Алла разы болсын. Рахмет. Жетісу облысының әкімімен Бейбіт Исабаевпен кездесуіміз аяқталды. Бізге уәде берген болатын, уәдесінде тұрды. Сол үшін көп-көп рахмет ол кісіге. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше дейміз. Лайк басыңыздар, каналымызға тіркеліңіздер, пікір қалдырып отырыңыздар. Қош, сау болыңыздар. Барлық жаңалықтардан хабардар болу үшін Де-факто FM қосулы болсын.